Ассалаумағалейкум. Аты жөнім Қалдыбай Жәнібек Нұрболатұлы. Мен бүгін спорт жайлы емес, кредит жайлы айта кетейін деп едім. Мен өзім 4-5 жыл банк сферасында жұмыс істеп, қазіргі таңда жеке кәсіпкермін. Сіз білмейтін жақтары кредитінің процент жақтары. Сіздер мысалы кредит аласыздар, 3 ай, 4 ай төлейсіздер, бірақ ешқандай азаймайды. Азғантай сума ғана азаяды. Оның себебі неліктен? Мысалы, сіздер Каспий банктен болсын, кез келген банктен кредит алған кезде 1 миллион алсаңыздар, бір жылға 260 мың теңге қосып қайтарасыздар. Бірінші айда, мысалы, сол 260 мың теңге процентті сіздер ойлайсыздар ғой, көп адам әр айға бөліп теңдей бөліп төлейміз деп. Олай емес. Бірінші айда, мысалы, 105 мың кредит төлейсіздер. Нақтылап 100 мың деп айтайық, түсініктірек болу үшін. 100 мың теңге кредит төлейсіздер. Енді оның проценті бірінші айда төленетіні 50 мың теңге основной сумма, 50 мың теңге процент болып төленеді. Оны халықтың көбісі көре білмейді оны. Екінші айда 60 мың теңге основной сумма, 40 мың теңге процент төленеді тек қана. Үшінші айда 35 мың теңге процент, ар жағында 65 мың теңге основной сумма болады. Сонда сіздер 3 айдың ішінде где-то 130 мың теңгедей процент төлеп жатсыздар. 130 мың теңге процент. Қалған тағы 9 айға тағы да 130 мың теңге қалады сонда. Түсініп ма? Көп халық кредит алады, 3-4 ай кредит төлейді, жауып тастап кредитті, қайдардан кредит алып жатады. Вот сол дұрыс емес. Оны былай түсіндіруге болады. Сонда сіздер 130 мың теңге процентті 3-4 айдың ішінде төлейсіздер, бірақ басынан кредит алған кезде сіздер кредитті обновленный қылып аласыздар. Обновленный қылып алған кезде жаңағы процентті қайдардан бастап төлеп, басынан бастап төлейсіздер тағы да. Басында бірінші айда 50 мың теңге процент болып тұрады, 50 мың теңге основной сумма. Ал ең соңғы айда 1000 теңге процент болады, 99 мың теңге основной сумма болады. Оны сіздер қайдан көріп біле аласыздар? Play Market болсын, App Store болсын, сонда кредитный калькулятор деген болады. Кредитный калькуляторға кіріп, сол жерде миллионды не қылып, жазып, тексеріп, график погашение деген болады. Соны бастаңыздар, өздеріңіз ашып көресіздер. Мысалы, кредит алуға болады, алған миллион теңгені аласың, бір жерге той жасайсың, басқа қыласын, салып ақшаны бір аптадан кейін бір 10 мың теңге қосып 1 миллион 10 мың теңге жауып тастауға болады. Ал 2 ай, 3 айдан кейін кредит жапқаннан сізге ешқандай пайда жоқ.